болса, айтайын, иә, бастап. Күлімдеп күн шықты. Күннің көзі ашылды. Сәлемдесу біздерге. Бас иеміз сіздерге. Жарайсыңдар балалар, орындарыңа отыра қойыңдар. Ал балалар, біздің қазір оқу әрекетіміз математика неміздері. Біз қазір өткен сабағымызды еске түсірейік, иә балалар? Балалар, мен қолымда қандай пішін? Дөңгелек пішін. Оның түсі қандай екен? Сары. Жарайсыңдар. Ал мынау қандай пішін? Үш бұрыш. Оның түсі қандай? Күлгін. Жарайсыңдар. Келесі. Мынау қандай пішін? Төрт бұрыш. Оның түсін кім айтады? Жарайсыңдар. Келесі. Айтайық. Апта күндерін еске түсірейік қане. Біздер бүгін аптаның күндерін ретімен айтып шығамыз, иә? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз оқу әрекетімізде заттың тобын салыстыру. Бірінші тапсырма, бұл жерде бізге мақтағыз бен мысық тапсырма беріп жіберді. Бірінші тапсырма, бірден 10-ға дейін санаймыз, және тура санаймыз, және теріс санаймыз, иә? Ал қане балалар, бірінші тапсырмасын орындайық мақтағыздың. Санайық. Келесі тапсырманы карточкамен цифрды сәйкестендіру дейді. Балалар, сендердің алдарында осындай карточка бар. Сол карточканы алдарына қойып, цифрмен заттың санын сәйкестендірейік. Алдарына қоя қойыңдар. Менің қолымда міне сенде де осындай бар, иә? Суретке неше қоям бар? 2. Оның цифрын қане көрсете қойыңдар, кімде бар? 2 сан. Барлықтарында бар, иә? 2 ме, Данияр. Сосын кімде бар? Мединада. Дұрыс, Медина. Жақсы. Айнен сенде қандай сан? 5. Неше сурет? 1, 2, 3, 4, 5. Ол не ол? Ит. Дұрыс. Айсұлтан, сенде не бар? Аю бар, иә? Неше аю санай ғой? 1, 2, 3, 4. Қане 4 цифрын көрсетші маған? Дұрыс, иә? 4 цифрын. Сенің сенде неше? 2. Қане 2 санын көрсетші цифрды? Дұрыс. Айлана, сенде не бар? Көрсете ғой. Қане цифрын ол? 3, иә? Қазақша. 1, 3, дұрыс. 3 саны бар, 3 цифрын, иә? 3 нелің балықын. Данияр, сенде неше? Көбелек. 1 көбелек. Жақсы балалар. Тағы қалса, сенде не бар? Балапан, иә? Неше балапан? 1, 2, 3. Жарайсың. Медина, сенде неше қоян? 2. Қайда цифрын көрсете қой? Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз сан мен цифрды сәйкестендірдік. Келесі тапсырманы орындайық балалар. Суреттегі машинаны
Sal deydi. Biz hazır onu kelesi taqsimotdan berdim men. Mına жерде көп az deb tur. Mına sanda sifrda necha bor? 3 ne ekan bular? Top. Salqamiz. 3 kirpi bor ya? Bor. Mına jakda 4 tiyin bor ya? Al endi qaysi ko'p ekan bu yerda zapni? Tiyin ko'p ya? 4 tiyin. Mına kirpi. Bu az bo'pti ya, zap to'ptasdagi. Kelesi qo'yan bormi? Necha qo'yan bor menda? 5 qo'yan bor ekan ya. Al kirpi azmi ko'pmi? Az, kirpi az, qo'yan ko'p ekan. Jaraysiz bakalım. Kelesi al misiqidan necha? 1 ekan. Al qushib 2. Sonda qaysi ko'p bo'pti bunda? Ko'pdir ya? Ko'p bo'pti. Jaraysiz kelesi taqsimlarni to'ldiramiz. Sizlarning oldingizda mana o'shunday taqsimlar bor, qaranglar. O'shunday son surat oldinga qo'yamiz. Ala qo'yinglar. Aldıya bo'lar. Balıktan ala qo'yinglar, men baliq var. Endi o'sha baliqni sanay, necha menda baliqimda? 1 Al ko'paylik, necha ekan sanay? 6. Bu yerda ko'paylik 6'ya endişimiz olan qarindoshlarimiz sizlarda olsa qo'yasizlar. O'shinday ko'p, az degan yerni qo'yasizlar. Qarindoshlarni olib qo'ya qo'yinglar. Baliqlar surat qo'yilmadi. Meni qarindosh. Qo'ya qo'yinglar. Meni o'sini berib qo'yamiz. Ko'paylik ko'p, baliq az. Qo'ydik. Jaraysiz. Kelesi taqsimma. Kelesi o'shinday surat olamiz. O'yinchoqlar surat olamiz. Aldarni o'yinchoqlarni olib qo'yinglar. Aldıqqa. Meni o'yinchoqlar. Jamiyat. 2 жағда бірдей bo'pti ya. Senlarda da solay ekan. Endi o'g'an qanday belgi qo'yamiz? O'g'an ikkovi teng degan o'shunday belgi qo'yamiz. Qo'ya qo'yinglar. Meni bunday qo'ya qo'y. Siza qo'yinglar. Mana siza qo'y. Yo'q siz. Meni qanday siz. Hozir sizmi? Aylanasizmi? Aha, durust. Dastur. Kelesini aşağıya mana yerga qanday qo'yishlar. Necha ayu bor? 2 ayu, 1 qaysi ko'p sonda? Ayu ko'p. Durust. Onda biz bular qo'yamiz o'g'an. Meni qo'ydik-da, o'sha belgini qo'ya qo'yinglar. Meni bundan surat olishga qo'yinglar. Meni qo'ya qo'y. Bunday sam qo'ya qo'y. Belgi. Ayni, medina qo'ydik-pa? Qo'ya qo'yinglar. Al endi bolalar, jaraysiz. Endi o'rnimizdan turib, serib zapni jasalayya. Uyga qo'yinglar, shart shunday jasay qo'yib, o'rtaga shunday jasay qo'ying. Qanday bo'ladi?
отырағандарымызға. Ал енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасым деп тұр. Жұмбақ жасайды. Мені мұқият тыңдаңдар. Балалар қараңдар. Жұмбақтың шешуін сендер өздеріңіз шешіп айтасыңдар. Табақта бір алма, қолымда екі алма, барлығын қосқанда шығады екен неше алма? Үш алма. Жарайсыңдар. Келесі жұмбақ. Үш алмақтың біреуін досын сұрап алыпты. Ал балалар, өз қолымда айтыңдаршы, неше алмақ қалды? Екі алмақ қалды. Жарайсыңдар балалар. Досына беріп, кие қалды, я. Енді бұл жерде маған келесі тапсырмамды айтасыңдар. Цифрлар қай жерде жасырылғанын айтамыз. Цифрлар қай жерде жасырылып тұр? Мына жерде цифр қанша жасырылып тұр балалар? Бұл жерге қандай цифр қоямыз? Мына жерге қандай цифр қоямыз? Екі. Неге екі? Бұл жерде бір цифр қоямыз, не? Бір итке. Екі ит дұрыс. Екі итті, не? Бұл жерге екі саны қоямыз қазір. Міне, екі санын бұл жерге қоямыз. Цифр жасырып тұр, не? Келесі. Ал мына жерде неше цифр қоямыз, балалар? Бір цифр қоямыз, я? Оның астына біз қазір бір цифр қоямыз. Қане маған Айденкер бір цифр тауып беріп қоя қойшы кел. Мына жерге қоямыз, я? Бір цифрді. Жарайсың. Бұл жерде екі цифр қоямыз. Келесі. Мына жерге неше цифр қоямыз? Үш. Келе қой. Айналма. Үш цифрін сен қоя қой. Көрсете қой маған үш цифрді тауып аламын бізден. Столдан орнына. Мынауына. Цифры үш. Санын қоя қой. Үш санын қоя қой. Мына қыстыра қой. Үш сан дұрыс. Жарайсың. Келесі. Не тиына келе қой. Санай қой. Бұл жерде неше тиын бар? Сана. Қане төрт саны? Төрт саны. Міне төрт саны, я? Төрт па? Мына жерге қоя қой төртті. Не дұрыс. Төрт тиын қойды. Келесі бесіншісін айтайын, я? Мына жерде қалса, Альбия қайретіне санайды неше қоямыз? Бес. Не бар? Қоян. Бес қоянды кім санын тауып береді? Бес. Келе қой. Кел қалса. Келе қой. Міне бес санын қоя қой, я? Мына жерге қыстырамыз, я? Қоя қой мына жерге. Жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңдар қолдарына. Ал балалар. Бүгін біз сабақты еске түсірейік. Сонымен біз бүгін сабақтың қорытындысын жасаймыз. Біз сабақта не өтті? Қандай сандар өтті балалар? Бірден онға дейін санадым, я? Содан кейін не істедім? Еске түсірейік. Және
7 sanadı ya. Aytamiz bir jenonga di sanadı. So'z ne istedi? Zatın sanını taptık mı? Zatın sanını taptık. Toplaştırgan zatları da sentezlendirdik ya. So'z ne istedi? Jumlaq. Jumlaq seçtik ya. Sodan keyin ne öğrendik? Toplaştırıcı öğrendik. Jarayısınlar balalar. Salakların adı nasıl balalar? Ya. Endişe olsun bizde. Salağımızda korktaydı, ayaktaydı. Sağ olunlar. Sağ olun. Al şimdi bir de salakta.